Сәлеметсіздер ме? Менің дауысым естіліп тұр ма? Кері байланыс беріп жүресіздер ме? Дауысым қалай естіліп тұр екен? Қайырлы кеш. Жақсы, рахмет. Дауысым естіліп тұрса, мен бүгін өзім сіздерге уәде еткендей, оқырмандарымның сұрауымен ың әрпін қалай ажыратуға болады, сол туралы бірінші эфирімді бастамақшымын. Эфиріме қош келдіңіздер. Бұл менің эфирге шыққандағы бірінші сабағым, бірінші эфирім десем де болады. Инста әлемде дамуды бастағаннан кейін, қолға алғаннан кейін, бұл да оның бір жолы екен. Осы инста әлемде өзіңді танытудың, өзіңді эксперт ретінде танытудың, оқырмандарыңа, тыңдармандарыңа берерің бар болса, өзіңді танытудың бір жолы осы инста әлем екен. Сондықтан менің бүгінгі бірінші эфиріммен құттықтап қойсаңыздар болады. Қобалжу бар менде. Себебі осының алдында аздап шығып көрдім эфирге. Енді бір жаманы, мен слайд көрсете алмаймын. Слайдты айфондарда ғана көрсетіледі екен. Мүмкін Samsung'та қосылама, мен таба алмадым. Сондықтан дайындаған слайдтарымды көрсете алмаймын. Бүгін мен сіздерге тек қана ауызша түрде өзімнің тәжірибемен бөлісемін. Сонымен бүгінгі тақырып ың әрпінің кездесетін орны. Ың әрпін мен өз тәжірибемде оқушыларға қалай үйретіп жүрмін, қалай меңгертіп жүрмін, барлығы өзімнің тәжірибемнен алынған. Енді жалпы ың әрпі деген оқушылардың, содан кейін ата-аналар көп қиналып жүр, мұғалімдер көп қиналады ың әрпін меңгертуге. Бұл бүгінгі таңда өзекті деп айтуға болады. Қазір логопедтердің жұмысы тіптен көбейді. Р, ыл, з, ш әріптермен қоса енді ың әрпі де қазір оны да айта алмайтын балалар өте көп, саны көбейіп бара жатыр. Жалпы қай заманда да болмасын, ың әрпін айта алмаған ол болғанда, болып жатыр да, бірақ енді қазір тіптен көбейіп кетті, мен соны айтқым келіп тұр. Енді менің өзімнің тәжірибемде ың әрпін білмеген балаға, не болмаса мен өзімнің 3 балам бар, 3 баламның тілі шыға бастағанда мен ың әрпін айтуды үйрете бастадым. Ың деп айт, аң, шаңғы, жаңбыр, қоңыр деп, енді ыңнан басталатын сөз жоқ, бірақ ың үнемі сөздің ортасында ғана кездеседі. Егерде немерелеріңіз болса, тілі енді шығып келе жатқан балаларыңыз болса, ата-аналарға айтарым, р, ыл көбінесе проблема болатын, з, ш әріптерімен қоса ыңды да айтқыза беру керек. Ол бір күнде ғана шығып кетпейді. Оған кәдімгідей уақыт керек. Оған күнделікті уақыт арнау керек. Сол кезде ғана оны дұрыс жолға қоюға болады. Эфирға менің қызым да қосылды. Есімде мектепке бара жатқанда айтқызатынсыз дейді. Рахмет, Айка. Үнемі айтқызатынмын мен. Сондықтан менің балаларымда проблема болған жоқ. Ал проблема менің оқушыларымда. Бала алдыңызға келіп тұр, ыңды айта алмайды. Енді мұғалім ол қайткенде де оны айтқызу біздің міндетіміз. Кейде оған біз бір уақытта бөлеміз де, бір уақытта бөле алмай қаламыз. Ол мұғалімнің жұмысының көптігі деп есептеймін, біріншіден. Екіншіден, біз осы ың әрпін меңгертуде оны жоспарға қоймаймыз, алға мақсат етіп қоймаймыз. Егер мақсат етіп қойған жағдайда
ың әрпін меңгертуге болады. Менің өзімнің тәжірибемде енді мен оқушының санын білмеймін, бірақ оқушы меңгерген оқушы өте көп болды. Енді тоқ етеріне көшетін болсам, ың қазақ тілінде небәрі 4-ақ жерде кездеседі. Бірінші ол ілік септігінде, екінші тәуелдік жалғауында, ілік септігінің жалғауында, екінші тәуелдік жалғауында, жіктік жалғауында, үшінші орны, төртінші орны оның түбір сөзде, яғни сөздің түбірінде. Бүгін мен сіздерге тек қана соның бірінші түріне тоқталамын, яғни бүгін ілік септігіндегі ың әрпін мен қалай меңгертіп жүрмін, соған тоқталатын болам. Ертеңгі эфир тура осылай сағат 8-де тәуелдік жалғауында кездесетін ыңды айыру жолы, үшіншісі жіктік жалғауында, төртінші күні түбірде қалай айыртуға болады түбірдегі ыңды. Сонымен кеттік достар. Сонымен ілік септігінде ың кездеседі. Ең бірінші балаға меңгертетін нәрсе ілік септігі тек қана кімнің, ненің деген сұраққа ғана жауап береді. Басқа сұраққа жауап бермейді. Оны автоматты түрде бәрі біледі. Ілік септігі десең бала, ұйықтап жатқан бала кімнің, ненің деп айтады. Енді қалай айыртамыз ілік септігінде? Бала саналы түрде кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретінін жатқа білу керек. Саналы түрде білу керек. Ол жай ғана жатқа автоматты түрде емес, саналы түрде. Кімнің дегенде ананың, ненің үйдің, кімнің әкенің, ненің жолдың. Сол сыныптың бөлмесінде қандай заттар бар, сол заттарды сіз айтып тұрасыз түбірін. Мұғалімдерге немесе ата-анаға да солай жасауға болады. Мысалы, мен қазір өзімнің бөлмемде отырмын, бөлмемде диван бар. Ненің диванның, ненің партаның, кімнің мұғалімнің. Немесе сіз сұрақ қоясыз, бала жауап береді, я болмаса сіз затты айтасыз, бала бірден ілік септігінің жалғауын жалғап тұру керек. Мұғалім, бала жауап береді, мұғалімнің. Сіз айтасыз, оқушы, бала айтады, оқушының. Тура солай бұл жерде кәдімгі жылдамдық керек. Бала ойланбастан автоматты түрде осыны айта беру керек. Егер сабақтың күніне 40 минуттың 5 минутын арнасаңыз, сіз 3 айда кәдімгідей жетістікке жетесіз. Есептеңіз, 3 айда сіз неше күн бар, оны 5 минутқа салған кезде неше баланы меңгертесіз, қалай меңгертесіз, өзіңізге анализ жасап отыруға болады. Немесе 1 айды қойыңыз, 1 айдың ішінде әр сабақта 5 минут, қаншалықты оның нәтижесін көресіз. Егер нәтиже аз болса, 2 айды қосыңыз, болмаса 3 айды қосыңыз. 3 айда әжептәуір нәтиже көресіз. Енді ол дәлелденген дүние. Сонымен бірінші жолы балаға сіз тез сөз айтасыз, бала сізге ілік септігімен жауап беру керек. Түсінікті ғой? Жақсы. Осы бойынша маған кері байланыс бере аласыздар ма? Келісемін, жатталған бірнеше мысал баланың болашақта дұрыс сөйлеуіне көп үлесін қоспайды дейді. Келісемін, жатталған бірнеше мысал көп үлесін қосады. Жақсы. Тағы да қалай ойлайсыздар осы жөнінде? Тез айтылған мысалға бала ныңның, дыңдың, тыңтың ілік септігінің алтауын тез жалғау керек. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай бір ескеретін нәрсе бар. Егерде бала қазақ тілді бала болса, қазақ сыныбында оқитын бала болса, әрине ол қашан дың жалғанады, қашан тың жалғанады, ол білет, ол бізде интуитивті түрде жүре береді. Ал егерде орыс сыныбындағы аудиториядағы бала болса, олар қашан дың жалғану керек, онда үйретесіз. Егер түбір ұяң дауыссызға бітсе, онда дың жалғанады. Егерде түбір қатанға бітсе, онда тың жалғанады деп. Егер дауысты дыбысқа бітсе, онда ның жалғанады. Ана, ның, қаз, дың.
ұяң ұяң, қатаң, мысалы тас тың. Осы орыс сыныбында сабақ беретін болсаңыз, осы ережені балаңыз жаттап алу керек. Содан кейін барып сіз қана автоматты түрде сөз бергенде бала дың-дың тың-тың жалғап отырады. Бұл бірінші. 5 минут күнде уақыт бөліңіз. Бұл ыңның бірінші жолына ғана. Көрдіңіз ба? Одан кейін екінші жолын ары қарай сіз өзіңіз жоспарлай бересіз. Келесі, екінші. Сіз бұны тағы да жаңа бірінші жолға келтіруге болады екен. Балаға сіз сурет көрсетесіз, бала жалғай береді. Ол да қызықты, өте қызықты. Бұл бастауыштың оқушыларына тіптен таптырмайтын дүние. Мысалы, сіз судың суретін көрсеттіңіз. Бала судың дейді. Тағы да алып шығасыз. Қоянның, адамның. Солай кете береді. 5-ші сынып, 6-шы сыныпқа да бұл өте ыңғайлы, бірақ та сіз суретті кішкене күрделендіресіз. Табиғатты беріңіз, топырақты беріңіз. Қандай юнит бала, қандай бөлімді оқып жатырсыз, соған байланысты сол сөзді берсеңіз, бала ныңның дыңдың ілік септігінің жалғауын жалғай берсе, сіз сонда өзіңіздің бөліміңіз бойынша да байланыс болады, және грамматика, ыңды меңгертудегі байланыс болады. Бұл бірінші жағдай. Жаңағы сурет арқылы, сөз арқылы, сұрақ қою арқылы. 3 жолы. Келесі. Екінші жолы сөйлемнен ілік септігін тапқызу. Мысалы, Әсеттің атасы аттың тағасын шегеледі. Бұл 3-ші сыныптың оқулығынан алдым. Бұл сөйлемде 2 сөз бар. Әсеттің және аттың. Әсеттің деген кімнің деген сұраққа жауап береді, аттың деген ненің сұраққа жауап береді. Бұл жерде мейлінше мұғалімге ізденіс керек. Бір сөйлемнің ішінде 2 рет, 3 рет кездесіп жатса, тіптен жақсы, тіптен тамаша болады онда. Бала біреуін тауып алып, мен таптым деп жетіп келуі мүмкін. Сонда сіз тағы бар деп бағыттап жібересіз. Келесі жолы ескертесіз. Балалар, мен берген сөйлемнің ішінде ілік септігіндегі сөз 2 рет кездеседі, немесе 3 рет кездеседі. Бала деген аңланғасыр ғой, қазіргі бала деген өте интербелсенді, ол отырмайды. Біреуін тауып алып жүгіріп келуі мүмкін. Немесе айғайлайды, мен таптым. Сіз сол кезде шу болмау үшін бірден айтасыз. Берілген сөйлемде 2 сөз бар, 3 сөз бар, табасыз. Бала соны іздеп табады. Кім тапты? Үндемей ғана қол көтереміз, шу болмау керек. Сен айт деп бірден жауапты алуға болады. Бұл сөйлемдегі ілік септікті сөйлемнің ішінен табу. Бұл екінші тәсіл. Бұл да өте жақсы көмектескен тәсіл маған. Осы жөнінде не айтасыздар? Мүмкін практикаларыңызда бар шығар, бөлісуге болады. Бұның барлығы бір мен шығарып жатқан жаңалық емес, бар дүние, тек менің өзімнің тәжірибемде қолданылу бойынша бөлісіп жатырмын. Суреттер тіпті бастауышқа дейінгі оқушыларға да жарайтын сияқты. Дұрыс айтасыз. Кішкентай үйдегі 3 жастағы баланың тілі шығып тұрған бала ғой. Суретті көрсетіңіз, мынау не? Бұл ойыншық. Ненің? Сұрақ қойыңыз. Ойыншықтың. 3 жастағы баламен айналыса бастасаңыз, ыңнан ешқандай проблема болмайды сіздерге. Жақсы. Егер сұрақ болмаса, басқа айтарларыңыз болмаса, мен келесі тәсілге өтейін. Бұл 3-ші тәсіл. Мысалы, мен өзім қазақ тілдің мұғалімімін, бірақ бастауыштың оқушылармен өте көп жұмыс істегендіктен бастауыштың әдістерін, әдістемесін зерттеп жұмыс істеймін. Менің мысалы репетиторлықта оқушыларым өте көп. Енді қараңыз, әдебиет оқулығы бар. Бастауышта әдебиеттік оқу кітабы бар. 5-ші сыныпта әдебиет оқулығы бар. Сонда мен былай жасаймын. Мысалы, әр балаға бір беттен бөліп берем. Ол бетті, бірақ та сіз алдын ала үйде қарап алуыңыз керек. Ілік септігіндегі сөз неше жерде кездеседі. Сіз алдын ала оны өзіңіздің кітабыңызға, мысалы, міне 5-ші бетті аштыңыз, ілік септігіндегі сөз ол жерде 10 кездесті. Өзіңізге жазып қойыңыз. 2-ші бетте 15 кездесуі мүмкін, 3-ші бетте 5-ақ рет кездесуі мүмкін. Сол кезде сіз ең бірінші міндетті түрде бір ғана беттін беріңіз. Мысалы, мақсат 5-ші бет,
Арман 6-шы бет, Гүлнұр 7-ші бет, Әйгерім 8-ші бет. Мен сыныпта 25 бала болса, 25 балаға 25 бетті бөліп тастаймын. Бұл жердегі тиімділік тағы да сіз не ұтасыз? Сіз қай әңгімені оқытып жатырсыз балаға? Мысалы 5-ші сынып пен жоғары сыныптың оқушыларында бізде шығармамыз кәдімгідей көлемді беттер көп қой. Ал егер бастауыштың баласы болғанда, мысалы сіздің оқытатын шығармаңыз 2-3 бет болатын болса, сіз абзацқа бөліп тастадыңыз. Өзіңізге бірақ алдын ала абзацты біліп алыңыз. Бірінші абзацта ілік септігі 5 жерде кездесті. Немесе егер аз болса, онда 2 абзацты бересіз. Мақсат саған 2 абзац, бірінші, екінші абзац. Бала абзацты жақсы білу керек. Абзац деген не? Айыра алу керек. Бірден айтасыз, 5-ші бетте 5 абзац. 2 абзац Мақсат саған, 2 абзац Әйгерім саған, 1 абзац Лаура саған. Себебі 1 абзацта ішінде 10 рет кездеседі. Бала шаршап қалмау керек, осыған қатты мұқият болыңыздар. Бітті. Балаға қарайсыз, уақытты әлі бере алмайсыз, себебі бұл жерде тест табатын оқушы бар, тест таппайтын оқушы бар. Содан кейін ыңды айыра алып тұрған оқушы бар, ыңды айыра алмай тұрған оқушы бар. Мен не істеймін? Ыңды айырып тұрған оқушы ол үнемі менің көмекшім. Мен оларға ондай тапсырма бермеймін. Мен оларға бөліп тастаймын. Сен қазір мынау 3 бала сенікі, 3 оқушы досты атын айтады, мысалы жаңағы Әйгерім, Лаура, Айнұр, бұл саған. Келесі Мақсат, Жандос, Анел сенікі деп жаңағы оқушыға спикерлерге бөліп берем. Сыныпта ың әрпін керемет айырып тұрған 5 оқушыңыз бар ма? 5 оқушыңыз, сіздің 5 командиріңіз, 5 командирге 3 оқушыны бөліп беріңіз, бітті. Сіз тек басқарушысыз. Осы жерде бала табады, мен болдым дейді. Әйгерім менің спикерім, ол өзінің 3 баласын тез-тез қарап шығады. Ол жақсы оқитын оқушы, ол дегеніңіз сіздің нағыз ертең нағыз көмекшіңіз болады. Ол 3 баласын оқушыны қарайды да, дұрыс тапты, қате тапты деп айтады. Не болмаса, тағы да уақыт алмау үшін мынандай нәрсе қазір идея ойыма келіп жатыр. Мен оны жасамаппын. Сіз жаңағы спикерлеріңізді, командирлеріңізді, көмекшілеріңізді алдын ала шақырып алып, қоңыраудың кезінде бірге отырып сол жұмысты бірге атқаруға болады. Мысалы, менің командирім Әйгерім. Әйгерімге 3 баланы бердім. Әйгерім екеуміз бірге отырып, сол бетте неше жерде кездесті, абзацтарды қарап шығамыз. Сіз кәдімгідей командиріңізге тапсырманы нақты беріп тастауыңыз керек. Әйгерім өте жақсы біліп тұру керек. 3 оқушыдан нені сұрайтынын. Сіз тек Әйгеріммен ғана жұмыс істейсіз. Сонымен Жұлдызбен істейсіз. Егер Жұлдызыңыз сіздің командир болса, Мақсатыңыз командир болса, осы 5 баламен ғана жұмыс істейсіз. Бітті. Мен болдым деген кезде 3 бала жүгіріп, жаңағы 1 бала өзінің 3 баласына жүгіріп, тез сізге анализін шығарып береді. Анел дұрыс орындады, апа 2 қате кетті, 3 қате кетті деп алдын ала журнал жасап берсеңіз болады. Өзі плюс минусын қойып, балалар жақсы көреді оқушыға көмектескенді. Қай сыныптың баласы болмасын. Бітті. Міне сіз командир арқылы осы жұмысты тындырасыз. Ал маған кері байланыс беріңіздер. Осы мен айтқан 3-ші әдіс қалай екен? Көңіліңізге қонды ма? Жоқ әлде осыған байланысты тағы бір идея туындады ма сізде? Ал сіздердің кері байланыстарыңызды оқығым келеді. Прямой эфирдің бір жақсысы, кері байланысты бірден аласың, бірден бересің. Мұғалімдер отыр, әсіресе мұғалімдер, ата-аналар бар. Фидбак дейміз дейді. Балалар кейде достарынан тезірек үйренеді. Дұрыс айтасыз. Мұғалім үйреткеннен гөрі оқушының үйреткені оқушыға тез жетеді. Себебі оқушы ол оқушының дәрежесінде ғой, үнемі оқушының дәрежесінде. Ол мұғалімнің дәрежесіне шықпайды. Ал кейде болады, мұғалім оқушының дәрежесіне түсе алмайтын. Сол кезде ол қиынырақ болады. Ал сіз өзіңіздің 5 командиріңізбен, жаңағы біздің қазіргі оқыту жүйесінде көшбасшы дайындау деген бар. Егер де деңгейлік курсты бітірген мұғалімдер болса, ортамызда обновленканы бітірген болсаңыздар, көшбасшылық дегенді өттік біз. Көшбасшылық деген міне нағыз. Сіз өзіңіздің көшбасшыңызды дайындадыңыз, көшбасшыңыз арқылы ың әрпін үйретіп жатырсыз.
Досынан қысылмайды, дұрыс айтасың. Досынан қысылмайды. Әйгерім өте белсенді. Тағы да басқаларыңыз не айтасыздар? Жақсы, ертең осы туралы пост шығарам. Постта өздеріңіздің ойларыңыз болса жазып кетесіздер. Сосын мен дайындаған слайдтарымды көрсете алмай отырмын ғой. Сол слайдтарымды сторизға шығарам. Сол сториздан да өздеріңіз скрин жасап сабаққа қолдануға болады. Келесі, төртінші әдіс. Балаға енді үйреткеннен кейін оның нәтижесін біз диктанттан көргіміз келеді. Диктант жаздырамыз. Диктант алған кезде бала қате кетірсе, мен ешқашанда ыңды, мысалы үстін сызып, ың деп үстіне жазбаймын. Асын сызам сол сөздің. Бала бұл егерде ыңнан өте көп қате жіберетін, көп шатасатын, сосын оқуға қиналатын бала болса, мен асын сызып берем. Ал егерде бірден қағып алатын пысық бала болса, тура сол жолға мен қызыл жолға орфографияның белгісін қойып қоям. Интернетім жаман болып тұр дейді. Жақсы, онда IGTV-ға сақтауға тырысамын, сол кезден көріп аласыз, жарай ма? Орфографияның белгісін қоям, бірақ мен оған ескертем. Мен сенен тек қана ыңды тексердім деп. Ың әрпін ғана тексердім деймін. Бала білет, оның тек зейіні ың әрпінде ғана болады да, ол сонымен жұмыс дейді. Міне, бұл менің төртінші әдісім. Келесі бесінші әдіс тағы да мынандай. Мысалы, диктант жазған кезде сөздік диктант немесе сөйлеммен берем. Бұл жерде сіз кәдімгідей 50 сөзден тұратын, 150 сөзден тұратын диктант емес, қысқа ғана сөз алыңыз. Сөздік диктант немесе сөйлем алыңыз. Сол кезде бір-біріне тексертем. Бір-біріне тексертем, алдын ала белгілеп қойдым. Астын сызғанда, қараңыз, астын сызғанда сіз баланы фокусын айтасыз. Ның, дың, ілік септігіне ғана бағыттап тұрмыз. Мен бүгін ілік септігін ғана өтіп жатырмын ғой. Сізде ілік септігін үйреткен кезде, сіз балаға соны ғана ілік септігіне ғана назар аудар деп айтасыз. Одан кейін келесі ың қосылады. Бұл үздіксіз даму процесі ғой. Бала басында қателеседі, әрине бірден қағып алып кетпеуі де мүмкін. Бірден ол іліп алып кетпеуі де мүмкін. Сондықтан ол ақырын, үнемі бір кішкентай. Сіз күніне 5-ақ минут бөліп тұрсыз, қараңыз. Біздің 40 минутымыз ештеңеге жетпейді. 5 минутыңыз ұйымдастырасыз, 5 минут қорытындылайсыз, сізде 30 минут қалды. 30 минуттың 5 минутын ыңға жіберсеңіз, сіз 25 минутты негізгі дүниеге арнағанда, ол кәдімгідей бір уақытыңыз жетпей қалады. Сіз бірақ оны үйлестіріңіз. Сондықтан мен күніне 5-ақ минутты осылай өткізетінімді мен сізге айтып отырмын. Мен өзімнің тәжірибемде сонымен 5 минутты соған осылай арнадым. Бір-бірінің диктантын тексертесіз, тек қана ілік септігіне назарды аудартасыз. Қай жолда тұрғанды қатені сіз көрсетіп беріп тұрсыз. Сіз сөзден көрсетпейсіз, жолға ғана белгіледіңіз. Сол жолда тұр қате. Бала іздейді ғой. Әр сөзді оқиды ол. Меңгеріп тұрған бала тез табады, меңгермеген бала отырады. Осы жерде сіз 5 минутта 5 командиріңіз бар емес пе? Олар текке жүрмеу керек. Олар балалардың қасында көмекке келеді. Көмектеседі. Сонымен сөзімді қорытындылайын. Бүгін мен сіздерге ілік септігіндегі ың әрпін, яғни ілік септігін қалай балаға меңгерту керек. Бірінші жолы сұрақ қоясыз, сурет көрсетесіз, немесе сөз айтасыз. Бұны сіз тез темппен, жылдамдықпен орындауыңыз керек. Екінші, сөйлеммен тапқызасыз. Сөйлемнің ішінен ол өзі тауып алу керек. Үшінші, көркем әдебиет оқып жатқан шығармаларыңыздан сол бетті бөліп бересіз. Сол абзацты бөліп бересіз, немесе бетті бөліп бересіз. Мен мысалы 6-шы сынып болса, бізде көлемді шығармалардан ала салам. Немесе өтіп кеткен шығармадан алам, немесе өтіп жатқан шығармадан алам. Бала оқып отырып,
үй жұмысын еске түсіруі мүмкін, сіздің айтқаныңызды еске түсіруі мүмкін, әрі сіз балаға кітап оқытасыз. Бұл жерде бір оқпен бірнеше қоянды атасыз. Келесі төртінші диктант жазғанда өз қатесін өзі табуға мәжбүрлеймін, бағыт беремін, және бесінші достарының диктантын тексереді. Бала диктант тексергенді қандай жақсы көреді. Қазір көп жағдайда көп жерлерде диктант алып тастады ғой. Диктантты жүргізіңіздер, ол болмайды. Қазір грамматиканы қайтадан қолға алып жатыр. Осы обновленка басталғаннан бері сауатсыздық деген басып кетті ғой. Өте сауатсыздық деген бала бастауыштан не абзацты білмей келеді. Біз қиналамыз орта буынға келген мұғалімдер. 5-ші сыныпқа келгенде өзі бастауыштан келген оқушылармен, мұғалімдермен өзі реніш басталады бізде. Сен үйретпедің, немесе дұрыс айтпадың, бала ананы білмейді, ол айтады, мен үйреткенмін дейді. Сондықтан осындай дүниелер болмау үшін әрқашанда бастауыштың мұғалімдерімен де олар қалай жұмыс істеп жатыр екен, өзіңіздің осы практикаңызбен де бөлісіп қоюға болады. Себебі әр қазақтың баласы ыңды айталатын, өзіміздің төл дыбысты айталатын қазақтың баласы басын дайындап шығару ол мұғалімнің де міндеті. Ол ата-анасы ыңды айталатын бала ата-анаға да жақсы ғой. Кеше менің бір постымда өткенде жазғанда бір ата-ана жазыпты, мен балама үйрете алмай жүрмін, осыны қанша айттым, үйрете алмай жүрмін деп. Енді ол мұғалім ата-ана емес, бірақ дегенмен де ата-ана да баласына әсер ете алады. Гүлмира Кенжегүл, қазір бастауыш сыныпта ың мен ыңды ажыратпау қалыпты қатенің бірі болып кеткендей, көп оқушы ажырата алмайды. Көбіне осы дыбыстардың айтылу ережесіне назар аударудан бастау керек шығар. Қараңыз, егерде бір бала ың десе айталады, бір бала айта алмайды. Ол н деп анау тіл барады да тіске тірелет те тұрады. Мен өзім, егер менің постымды оқып жүрген болсаңыз, сторизімді көріп жүрген болсаңыз, менің кіндік балам бар, Әрсен деген. Жыны да, шыны да, зыны да, сыны да, ырды да, ылды да айта алмайды. 6 әріпті айта алмайды. Қараңыз, қазір осы 6 әріпті айта алмау көп болып кетті. Ол кәдімгі проблема, қазір логопедтердің жұмысы көп болып кетті. Сіз логопедке қазір баратын болсаңыз, бір сағатыңыз 5000 теңге ма сондай. Өткенде мен ырды айтып бастауды үйреттім, кезеңдерін берген болатынмын. Мен оны арнайы хайлайтсқа да қойғым кеп тұр. Енді мынау ың әрпінде хайлайтсқа қоям, осыдан қарап алыңыздар, жарай ма? Бұны мен тегін берем. Мен үйде баламды қадағалап отырамын, дұрыс айтып үйретемін, солай 2 баламды четко айтады. Ол жақсы. Егер айталса, бала жазған кезде де қате жібермейді. Егер қате жібергенде сіз осы бір фишкаларды айтып жерсеңіз, бала алып кетеді. Жаңағы айтылуынан бастап үйрету керек дегеннен шықты ғой. Кейбір бала айталады, кейбір бала айта алмайды дедім. Айталған бала да айта алған бала сауатты жазу да мүмкін, сауатсыз жазу да мүмкін. Кейде болады, бала айта алмайды, бірақ сауатсыз жазады. Және кейбір балалар сауатты жазады. Ол да болады, ол неше түрлі. Ол үшін сіз баланы бірінші зерттеп аласыз. Қай балаңыз қалай айталады, қалай түсінеді. Айталады, жаза алмайды, айталады, жазалады, айталмайды, жазалады, айталмайды, жазалмайды деген сияқты сегменттерге баланы бөліп алыңыз. Егер де таза ыңды меңгертуді мақсатқа алатын болсаңыз, мен мысалы солай жасадым. Бірінші баланы зерттеп алдым. 5-ші А сыныбында осындай бала, осынша бала меңгермеді. 5-ші Ә сыныбында мынанша бала меңгермеді деп. Содан кейін ата-аналармен бетпе-бет жұмыста осыны айтсаңыз, сіздің еңбегіңіз көрінеді сонда. Әйтпесе ата-аналар қазір мұғалім түк істемейді дегенге әбден үйреніп алды ғой. Сіз міне осы арқылы шығыңыз. Ал біз деген негізгі контентке кет қаламыз, анау тақырыпқа. Сосын не тақырып жоқ, не баланың сауаттылығы жоқ. Екі ортада мұғалім кінәлі болып қалады. Міне сондықтан да осы жағында ұмытпаңыздар. Менің өз тәжірибемде күнде 5 минут бөлем. Қазір мен орыс сыныбына да беріп жүрмін.
оларға да 5 минут уақытымды бөлем. Бірде түбірдегі ыңға, бірде ілік септігіндегі, бір күні тәуелдікке, бір күні жіктіктегі бөліп отырам. Себебі бірақ та сіз бірінші ның ілік септігінде әбден қатырып үйретсеңіз, балаға да жеңіл болады. Бір нәрсені 40 рет айта берген кезде қалай әбден мида жатталып қалады ғой. Иә? Міне. Осы құрметті әріптестер, құрметті ата-аналар, егерде эфир сіз үшін пайдалы болған болса, өзіңіздің айналаңыздағы мұғалімдерге, әріптестеріңізге, ыңды айыра алмай жүрген балалардың ата-аналарына айтыңыз, IGTV-дан көрсін. Енді ол қаншалықты сақталады, мен оны білмеймін. Қаншалықты сақталады, соншалықты сақтаулы тұрады. Оны мен өшірмеймін. Бірақ хайлайтсқа мен көркем түрде жасаған слайдтарымды қойып қоямын. Жақсы ма? Әркімнің ерекшеліктерін назарға алу керек, міндетті түрде. Сосын балаңыз ілік септігін меңгеріп алса, бітті, ары қарай келесімен жұмыс істей бересіз. Міне, эфирге кіріп, байланысқа шығып, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл менің тағы да қайталап айтам, бірінші эфирім. Өзімді де құттықтаймын. Басында кішкене қобалжып едім, одан кейін өзіме риза болып отырмын. Осылай тәжірибемен бөліскім келеді. Тегін айтылатын дүние әлі де менің парақшамда көп болады. Менің әзірге экшн әдістер деген сабағым ғана ақылы. Оған да мен сабақтарды қосып отырамын. Егер де экшн әдістер сабағым да қызықты болып жатса, оны тағы да менің жекеме шығуларыңызға да болады. Ал достар, егер де сұрақтарыңыз болмаса, сіздерге де көп рахмет. Мен бір сұрақ тұр. Орысша сөйлейтін балалардың ортасында өскен балалар ың әрпін айтуға қиналатын сияқты. Егер үй жағдайында, үйде сіз айтып отыратын болсаңыз, үйде қайта мамасы болып айтып отырсаңыз, әжесі болып немереңізге айтып отырсаңыз, үйретуге болады екен. Болады. Менің жаңағы ыңнан басқа ыр деген әріпті үйретіп жүрген әрсенім қазір тілі кішкене басқа жаққа кетіп бара жатыр. Мысалы, мен өз ұлым ырды айтқан кезде басында ол бір түрлі ғ болды, одан кейін г болды, одан кейін и болды, одан кейін барып ыр шықты. Ал әрсен әлі ондай дыбыстарды шығарған жоқ, құбылту болған жоқ, бірақ ол ылды айтты және шыны айтты. Арасында айтқызып жіберем, сол кезде ылды шыны үйреніп алды. Ол 2-ақ рет үйреткеннен үйреніп алды. Просто кішкене бір отырып соған уақыт көңіл бөлу керек. Біз көңіл де бөлмей қаламыз ғой балаға. Жақсы, енді мен ертең тура сағат 8-де эфирге шығамын. Ертең ың әрпі тәуелдік жалғауда кездеседі. Сол тәуелдік жалғауда кездесетін ыңмен мен қалай жұмыс істедім, сол тәжірибемен бөлісетін боламын. Келіңіздер, сіздерді асыға күтемін. Рахмет. Сау болыңыздар.